Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 3 сынып 105 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде су тіршілік көзі. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Лайк басып қолдап отырыңыздар. Ендеше мәтінді түсініп оқы. Су тіршілік көзі. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесінде де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді, сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды, судың күшінен электр қуатын да алады. Су біздің байлығымыз, оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Жыл 12 ай кітабынан. Мәтін не туралы? Мәтін бөліктеріне сәйкес жоспарды қалпына келтір. Сол жоспар бойынша мазмұндама жаз. Жоспар табиғаттағы су айналымы, судың маңызы, судың адам өміріне қажеттілігі. Судың маңызы, екінші табиғаттағы су айналымы, үшінші судың адам өміріне қажеттілігі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, барынша қолдап отырыңыздар. Бүгін барлық жаттығуларды орындайтын боламыз. Ал балалар, келесі біздегі 10-шы жаттығу мақалды тауып жаз делінген. Бізде ра, су, уы, дың, со, да, бар делінген жұрнақтар белінген. Бұл жерде жұмбақтың шешуі судың сұрауы. Келесі 11-ші жаттығу жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің сөз тартар қаруы. Бұл жерде жұмбақтың шешуі қамыс. Сын есімдерді тауып, олардың қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөз көмектесті деп ойлайсың. Негізгі сын есімдер өткір, ал туынды сын есімдер көлді, үкілі. Ал келесі 12-ші жаттығу, соңғы жаттығуымыз негізгі сын есімдерге дау, деу, лау, леу, тау, теу, шыл, шіл, ғылт, ғыш жұрнақтарын жалғап, қалаған бір туынды сын есіммен сөйлем құрап жаз делінген. Бізде ақ, боз, жасыл, сары, үлкен, көк, ұсақ делінген сөздер берілген. Ақшыл, боздау, жасылдау, сарғыш, үлкендеу, көкшіл, ұсақтау. Сарғыш жейдемді әжем сыйлаған болатын. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.